Термометрді калибрлеуді үйрену, бізге қажетті құрал-жабдықтар. Ас үй жағдайындағы термометр, ас тұзы, мұз кесегі, қайнатылған және бөлме температурасындағы су. Бұл жұмыстың мақсаты судың белгілі физикалық қасиеттерін пайдаланып, бірнеше белгілі температура нүктесін алу және кестеге жазу. Ең алдымен 100 градусқа дейінгі қайнатылған суға термометрімізді сала отырып, оның қайнау температурасын өлшеп кестеге жазамыз. Менің жағдайымда 80 градусқа дейін қайнатылған. Келесі кезекте бөлме температурасындағы суымызға термометрімізді сала отырып, бөлме температурасымен сәйкестігін тексереміз. Осы өлшенген бөлме температурасындағы суымызға мұз кесектерін сала отырып, оның қату температурасын өлшеп аламыз. Менің тәжірибелік жағдайымда мұзды су 4 градусқа дейін төмендеді. Тұз арқылы мұзды еріте алатынымызды білеміз. Жалпы осы мұздатылған суға тұзды қоса отырып, оның жылыну температурасын аламыз және кестеге жазамыз. Әр нүкте бойынша айырмашылық графигін тұрғызып салыстырамыз. Термометрді калибрлеу қарапайым құралмен орындалатын, бірақ өлшеу дәлдігін арттыратын маңызды тәжірибе. Үй жағдайында қарапайым құралдарды қолдана отырып, физикалық шамалардың нақтылығын бағалауға және эксперименттік ойлау дағдыларын дамытуға болады.